туған. Бастауыш сыныпта оқып жүрген кезінен бастап сахнаға шығып ән айтып, жүлде алып жүрген. Зайсан тарихында, өнер мен білім салаларында өзіндік қолтаңбасы қалған күміс көмей әнші. Әкесі Шарапия, анасы Қатипа қарапайым отбасы болған. Сартерек ауылындағы Пржевальский атындағы орта мектебін 1970 жылы бітірген. Мектепті бітіре салысымен отбасы жағдайына байланысты еңбекке араласты. 1971 жылы Семей қаласындағы Крупская атындағы педагогикалық институтының физика-математика факультетіне түсіп, оны 1976 жылы бітірді. Зайсан ауданындағы Жамбыл, Қазақстан, Көгілдай, Сартерек мектептерінде ұстаздық етті. Соның ішінде Сартерек орта мектебінде 25 жыл аға пионер вожатый, комсомол ұйымының секретары, мұғалім және мектеп директорының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары қызметін атқарды. Алдынан қанша шәкірттер түлеп ұшты. 1995 жылы отбасы жағдайымен Зайсан қаласына қоныс аударып, зейнеткерлікке шыққанға дейін аудандық білім бөлімінде әдіскер болып, аудан мектептері кітапханашылардың жұмысын жоғары деңгейге көтере білді. Соның нәтижесінде мектеп кітапханашылары аудан, облыс деңгейінде алдыңғы орындардан көрініп, талай байқауларда жеңімпаз атанды. Іс тәжірибелері аудан бойынша бет плакат болып шықты. Бірнеше рет ауылдық кеңесінің депутаты болып сайланды. Өмір жолындағы еңбегіне көрсетілген әр жылдардағы марапаттаулар, республикалық, облыстық, аудандық грамоталар мен алғыс хаттар және дипломдар ұстаз әдіскер Сазанбаеваның еңбегінің жеңісі. Сазанбаева Күншайым ұлағатты ұстаз болумен қатар асыл жар, аяулы ана. Қадырбек аға мен Күншайым апайдың қыздары Арайлым мен Қорлан ұлық, қамбар, жоғары білім алып, өмірден өз орындарын тапқан. Енді Сартеректік Мұратхан Домбаевтың орындауында осы Қадырбек ағамыздың Қызыл қия әнін тамашалаңыздар.